Қайырлы күн, Тарих мектебі каналының тұрақты көрермендері. Бүгін сіздердің назарларыңызға ғұлама ғұмыр Айдары мен өте атақты тұлға, қазақ археологиясының атасы атанған Әлкей Марғұланмен таныстырғымыз келіп отыр. Әлкей Марғұлан 1904 жылы 11 мамырда қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген тұлға. Әлкей Хақанұлы әдебиеттанушы, өнертанушы, шығыстанушы. Сонымен бірге Қазақстандағы ең алғаш ұлттық археология мектебінің негізгі қалаушысы болып табылады. Өз заманындағы бүкілодақтық география қоғамының толық мүшесі болып саналып, филология ғылымының докторы, Қазақстан ғылым академиясының академигі және Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Әлкей Марғұлан өз заманында білімге құштар болғандығын айтады. Әлкей Марғұланның ата-анасы да өз заманына сай білімді болғанын көрсетеді. Оның әкесі де анасы да осал болмаған. Олар өз уақытына сай білімді, шығыстың мәдениетімен таныс адамдар болған. Әкесі мен анасы баласының оқуына, рухани дамуына жәрдемдескен. 1920 жылдары Ленинградқа барып оқу өте оңай болған жоқ. Әлкей Марғұланның ғылымға деген құлшынысы оның тегінде бар, дейді зерттеуші ғалым Уахит Шалекенов. 1919 жылы Павлодар қаласындағы мұғалімдік курсқа оқуға түсіп, оны тамамдағаннан кейін туған ауылында мұғалім болып жұмыс жасайды. 1921 жылы Семейдегі педагогикалық техникумға түседі. Осы жылдар аралығында Таң журналы мен Қазақ тілі газетінің редакцияларында қызмет атқарады.